Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін түйенің іш майын қуырып, осындай тоң май жасайтын боламыз. Бұл табиғи, таза, ең пайдалы майлардың бірі. Осылай сұйық маймен араластырып, ыдысқа құйып қоямын. Ең алдымен майымызды дұрыстап жуып, артық бездердің бәрін алып тастаймыз. Бұл майдың иісі және өзіне тән дәмі болады. Тамаққа қосарда сұйық маймен араластырып, малдың майынан аз-аздап қосқан дұрыс, өйткені ол тез қатып қалады. Бұл майды жетінен пісіргенде самсаның тестісіне және де қатпарлы қамырға сары маймен араластырып қоссаңыздар, өте дәмді болып шығады. Осылай ет тартқыштан өткізіп алғаннан кейін жай отта 1 сағаттай қуырып аламыз. Осылай сүзгішпен ішіндегі шыжығын бөліп алып, салқын жерден осындай болып қатып әдемі болып шығады. Мен осылай ыдысқа құйып сақтаймын, ішіне сұйық маймен араластырып, әр тамақ жасаған сайын осы тоң майды қолданамын.